Қайырлы кеш, қадірлі достар. Сіздермен бірге кітаптар әлемі жобасы, мен Салтанат Әбдіғали. Бүгін балаларға базарлық тобынан ертегілер оқимыз. Торғайдың өсиеті. Өткен заманда бір саятшы тор құрып қойса, торына бір кішкене торғай түсіп қалыпты. Торғайды адам қолына ұстап үйіне апара жатса, торғай тілге келіп: «Мен кішкене торғаймын, апарғанда союға жарамаймын. Қапасқа салсаң, құсастықпен өлемін. Онанда мені еркіме қоя бер. Мені еркін кең дүниеге жібер. Мен сізге екі ауыз өсиет айтайын» депті. Сонда адам: «Қане, әңгімеңді айт» депті. «Жарайды онда, бір ауызын қолыңда, бір ауызын жерге түскен соң айтайын» дейді торғай. Біріншісі, өткен іске өкінбе. Екіншісі, көзбен көрмей, қолмен ұстамай, ешкімге сенбе депті торғай. Торғай жерге түскен соң: «Әй адам баласы, сен ештеңені білмедің. Менің бөтегемде жұдырықтай гауһар бар еді, соны мені ұстап тұрып білмедің» дейді. Өз ісіне өзі өкінген адам қонып тұрған торғайды ұстауға ұмтылыпты. Торғай әр жерге ұшып қонып, адам жете алмай қалады. Сонда торғай тұрып: «Әй адам, мен жаңа қолыңда тұрып айтқан өсиетіме түсінбепсің. Қалай ақылың жетпеді? Мен өзім жұдырықтай жоқпын. Менің бөтегеме ондай үлкен заттың сыюы мүмкін емес. Бұл бір. Екінші, мен саған ұстатпаймын. Қанатым бар. Өткен іске өкінбе» деп ұшып кетіпті. Қасқыр мен кісі. Бір қасқыр тамақ іздеп келе жатып, құрулы тұрған қақпанға түсіп қалады. Олай жұлқынып, бұлай жұлқынып зорға құтылады. Қашып бара жатқан қасқырды аңшылар көріп, артынан қуа жөнеледі. Қасқыр сасқалақтап, бір егіншіге келіп жайын айтады. «Қайтсең де мені жасыр, ұмытпаспын жақсылығыңды. Мені қабыңа салып арқалап жүре бер» дейді. Қасқыр жылап тұрған соң, егінші адам қабына салып алып, арқалап жүре береді. Кешікпей аңшылар мылтық қылышын жарқылдатып жетіп келеді. Кісіден сұрайды: «Қашып бара жатқан қасқыр көрмедің бе?» деп. Кісі: «Жаңа бір қасқыр анау шоқайдан қашып өтті. Тезірек ұмтылыңдар» дейді. Аңшылар асып кеткеннен кейін егінші қаптың аузын шешіп, қасқырға: «Жөніңе бар, маған да бір жақсылық етерсің» дейді. Қасқыр қуанып секіріп шығып, егіншіге: «Мен сені жеймін, қарным ашты» деп тап-тап береді. Егінші байғұс сасқалақтап: «Әй қасқыр, бұның қалай? Мен сені өлімнен құтқарып алып қалып едім, жақсылыққа жамандық ете ме екен? Олай болса, төрелетейік, қайсымыздікі жөн екен» дейді. Екеуі керісіп тұрғанда қаңғырып бір жағынан түлкі келеді. Бұлар түлкіге оқиғаны бастан аяқ айтып шығады. Түлкі: «Жоқ сөзді айтпаңыздар. Менен басқа біреу естісе күліп жүрер. Дорбаға үлкен қасқыр сыйды дегенге нанбаймын, барып тұрған өтірік» дейді. Қасқыр мен кісі бұл рас деп керісіп болмайды. Түлкі қасқырға: «Қапқа кірмей сенбеймін» дейді. Қасқыр сендірмекші боп қапқа кіргенде, түлкі егіншіге: «Байла қаптың аузын, енді қимылдайтын кезің келді. Қане мен көрейін, күздігүні егінді қалай соғып жүрсің» дейді. Егінші құралын алып қасқырды ұра бастайды. Түлкі: «Енді қаптың аузын аш» дейді. Қасекең алды-артына қарамастан шыға жөнеледі. Артынан түлкі: «Көптен бері істеген бір әділ төремеді» деп сақ-сақ күліпті. Сөйтіп егінші байғұс түлкінің қайласымен ажалдан құтылыпты. Құмырсқа. Бір құмырсқа өз илеуінде тобынан бөлініп, сол маңдағы ара, қоңыз секілді жәндіктермен дос болыпты. Жем іздеп шыққан құмырсқа жол үстінен бір дән тауып алыпты. Жалғыз өзі әрі-бері әуреленіп, дәнді орнынан қозғалта алмапты. Сонан соң көмек сұрау үшін әлгі қанатты достарын іздейді. Бір уақытта гүлден гүлге қонып, шырын жинап жүрген
араға жолығады. «Досым, бір дән тауып алып едім, жалғыз өзім көтере алмағаным. Маған көмектесіп жіберші» деп өтінеді. «Көрмей тұрсың ба? Мен де жұмыс істеп жатырмын ғой» деп ара көнбей қойыпты. Солай ғой, мейлі деп құмырсқа әрі жүріп кетіпті. Ол енді қоңызды тауып алады. Мән жайды айтып, көмек сұрапты. «Сен үшін өз еңбегімді еш қыла алмаймын» деп қоңыз ызыңдап ұшып кете барады. Достарынан күдер үзген құмырсқа мұңайып қайтып келе жатады. Жолда өзінің илеулестерімен ұшырасып қалады. Олар мұның түрін көріп, «Не істеп жүрсің?» деп жөнін сұрайды. Жалғыз құмырсқа өзінің басынан кешкенін айтып береді. «Жалғыздық деген сол» деп илеулестері жұбатады да, құмырсқаның дәнін көтерісіп, әрі алып кетеді. Құмырсқа үйіріне қайта қосылады. Жаңа достың қадірі ескі досқа жетпейді деген екен сонда бір кәрі құмырсқа. Қымбатты кітап сүйер достар, балаларға базарлық тобынан ертегілерді оқыған Кітаптар әлемі жобасының жетекшісі Салтанат Әбдіғали.